Бүгін біз не тойлап жатырмыз? Күміс той 25 жыл шаңырақ көтергеніміздің бір керемет бақытты күнін. Осыдан 25 жыл бұрын дәл осы күнде 20 тамыз 99 жылы тойымыз болған некелі. Жар. Рахмет. Бұлай бетек ешқандай музыкасы живой шапалау құрайықшы, даланы жаңғыртып. 1, 2, 3, кеттік. Маңдай терменен жеткен кеш. Бұл Қыдырәлі ағамның әулетінің тойы емес, бұл түгел Алталаштың тойы. Ал Қыдырәлі ағамның ел алдындағы қандай отбасыға айналдық деген жауап беру кеші. Және осы жерде тұрған ең жақындары. Дұрыс па? Ендеше қазір регистрацияны бастап. Кішкентай 5 жасар қызымен едік, бүгінде мінекей апайымның жолы болып, 4 баланың анасы атанып отыр. Ал қошемет! Құрметті қонақтар, ардақты ағайын. Сіздер бүгін күміс тойын тойлағалы отырған жұптың неке жаңғырту рәсіміне куә боласыздар. Бұл жұптың отау құрып, өмірде де, өнерде де жұптары жазылмай, шаңырақтарын биік ұстап келе жатқанына 25 жыл. Осы 25 жыл көлемінде айдарлы ұл, тұлымды қыз тәрбиелеп, қазақ деген қасиетті халықтың еркелеріне айналып отыр. Біздің жұптарымызға жақсылап бір қошемет көрсетіп қойсақ. Ой, бәрекелді. Құрметті Қыдырәлі Нұртай ұлы және Қарақа Түлкібай қызы. Бүгінгі думанды кеш күміс тойдың табалдырығында тұрып өздеріңіздің заңды некелеріңізді жаңғыртпақ ниетінде жиналды. Ол куәгерлері, кішкентай қыздары, Алла қаласа 50 жылдық тойында бұл қыздарда бой жетіп қалады, құрметті ағайын. Ол ойватыр. Сізге ойлап атқаштар балбағыз енді үйленіп отырды. Қыдырәлі аға, осы қазақтың Қыдырәлісінің почеркін көрейінші. Сіз врач болсаңыз да мықты врач болады екенсіз ғой. Бойыңыз туыз! Бекболатқа шапалақ ұрып қояйық. Одан кейін дүниеге келген Иманалиға шапалақ ұрып қояйық. Білмейтіндерге көрсетіп қойшы. Одан кейін көп балалы болған күшті екен ғой.
Нұралиге шапалақ ұрып қояйықшы. Нұр дегеннен басталды. Соңғы кезде Қазақстанда нұрларға внимание болмай кетті. Дұрыстап шапалақ ұрмаймыз ба? Так, одан кейін сіздер қалай сонда? Бірінші ұлдар солай болып тұр ғой, иә? Айсұлтан шапалақ ұрып қояйық. Ұлдардың кенжесі. Так, одан кейін ең алғашқы қыз Аяла, шапалағыңды аяма. Так. Смотришь. Енді Қыдырәлі аға, сіздердің 25 жылдық тойларыңыздың енді жарайды, өнер адамы мен өнер адамы үйленді. Ол ақиқат 25 жыл бұрын. Содан кейін қазақтың тарихында қаншама өнерлі жұрттар қалыптасты. Өсті, өнді, көгерді. Соның міне бір әлі қиссасындай болған. Мен даже айтар едім, енді аға мүмкін сіз өкпелеп те қалар едіңіз, сіздің бір продюсерлық жобаңыздың ең үлкені бір Ұлытау емес, АБК емес деген секілді осы бір семьяма деп айтар едім. Түгел қазаққа үлгі болып, екі өнерлі жұптың қосылып, осындай отбасыға айналып, әрі келін, әрі көп балалы ана, әрі жаңа тамада сұрап жатыр, асабамыз 25 жылдан кейін осылай шақырған бар ма? Алғаш осы Қыдырәлі ағамыз шақырып жатыр. Бұл енді отырыңыз. Бұл тектілік қой, Аллаға шүкіршілік. Қазақ атында сөз бар, бақ Алладан. Бап Алла қосқан жардан дейді ғой Қыдырәлі аға. Сол сияқты Аллаға шүкіршілік. Мынау енді осы келген қонақтарға бір естелік артқа қайтқым келіп тұр Қыдырәлі аға. Мынау Аллаға шүкіршілік, егемен ел болып, тәуелсіздігіміз келіп, тіліміз келіп, дініміз келіп, тай-тай басып жатқан шақ еді ғой ол уақыт. Мына Алматыдағы, Алып-Шаһардағы керемет сол зәулім Алланың үйі бой көтерген жаңадан ашылып жатқан сәт болатын. Енді Қыдырәлі ағамыз әрине ол уақытта Аллаға шүкіршілік. Уассалату уассаламу аля расулилла Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Я Раббана Карим, Аллахым бір өзінің разылығына осы Қыдырәлі Нұртайұлы Қарахат Түлкібайқызы аға жеңгеміздің Аллахым өзінің разылығы үшін қиып некелерімізді Аллахым өзің қабыл ет. Аллахым Қыдырәлі ағамыз бен Қарахат жеңгеміздің некесін, Адам ата Хауа анамыздың некесіндей, Ибрахим алейхиссалам менен Сара анамыздың некесіндей, ардақты пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам менен Хадиша анамыздың некесіндей берекелі неке, берекелі отбасы болуын Аллахым өзің нәсіп ет. Аллахым осы күндерге жеткіздің, сансыз шүкір дейміз. Аллахым мені салих халал ұрпақ, ол қыз нәсіп еттірсін. Ағамызға, жеңгемізге. Енді бір неке жаңғырту деген бұл бір тамаша үрдіс. Сізге Алла разы болсын. Мінекей қараңыздар, 25 жыл бұрын біздің некемізді қиған имам бүгін тағы да күміс тойымыздың куәсі болып тұр. Қандай керемет. Бұл күнге жеткен де бар, жетпеген де бар. Десе де жаңа өзіңіз өте жақсы айттыңыз. Әлемнің жарығын ата-анам сыйлаған болса, даланың, әлемнің бар гүлін, бар жақсылығын осы Қыдекем сыйлады, көрсетті. Еш уақытта маған еш нәрсеге жоқ деп көрмеген азамат, еш уақытта бір уәде беріп ол уәдесін орындай алмаған кездері болмаған, үлдемен бүлдеге орады, алақанына салып аялап, мінекей осы күнге аман есен жеткенімізге шүкір етіп тұрмыз. Сондықтан да осындай мақұл сұрайын дегенім енді артық болатын шығар. Себебі менде барлығы бар негізі. Аллаға шүкір. Арманына жеткені, өмірінің көктемі. Қарақатын. Өлем деп айтамын. Қақам менің қақам. Қақатым менің қақатым. Өмірдің көрдім рахатын. Өмірдің көрдім рахатын. Менің ұрпақтарымды Дүниеге әкелгенің үшін
9 ай көтергенің үшін, 9 ай көтергенің үшін, соларды аялап өсіргенің үшін, соларды аялап өсіргенің үшін, менің де еркелігімді кешіргенің үшін, менің де еркелігімді кешіргенің үшін, 25 жылда мен құлағаным үшін, 25 жылда мен құлағаның үшін, мен жылағаным үшін, мен жылағаның үшін, өзің үшін емес Алладан, өзің үшін емес Алладан, бәрімізге бақыт сұрағаның үшін. бәрімізге бақ. Керемет па? Дубайдан арнайы алындырған атақты бренд мәрмәр гауһар тас. Bir, iki, üç, al gettir. Kudüs oldu. Mika, Mirangül. Сколько лет, сколько жыл? Ал енді құрметті ағайын. Сіз әу баста міне солай еттендіңіздер ғой. Вот міне көрдіңіздер қалай келтіріп жатыр. Конкретно қандай цифр керек айтшы көке, алып шығам. Қандай? Ой бабам, алтауын жинап алып отыр ғой. Дұрыс кетіп қалғандардың жинап алу керек қой. Алтын набор кетті. Аға, міне, видит Бог. 0,48. Мен әдістеп атқан жоқпын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Міне алтын набор. Солай болады, Аллахтың қалауы. Короче, дәреті жоқтар. Все, давай. Конечно, не вариант, все. Зеркальный номер. Кімнің соңғы цифры 1-ге бітеді? Кімнің соңғы цифры 1-ге бітетіндер бар ма? Сіздікі. 191. 190. İmamның әйелі, пожалуйста. Нормально, жайлап орамал бүйтіп кетіп баратыр. Иә, қазір тақиясы бар біреуді, содан кейін сіздерге бұйырады қалған. Міне, алтында бар. Көрейікші. Давай, Макс, я тебе говорю, не смотри. Қазір орамалды біреу шықса, батаны сенен сұраймыз сонда. Ой, мына қолыда семен гитара қалай тартып жүрсің сен. Вытаскивать. Итак, да. Бірдеңе, бұл өзінің тілінде бірдеңе оқып жатыр. Не твой? 149. 149. Все, мне басқа полосаға түстік енді, алғаш. Мен полевой жолмен кетіп баратырмыз. Келесі. Все, бриллиант кетті. Алқалап келген әлеумет. Алқалауған әлеумет, шалқалаған шәлеумет деген сияқты. Мынау аға күшті кетті рас. Ешкімде жоқ, зато сізді. Мынаның головкин көрмесін. Ертең звондап сұрап сіз. Енді бір
сол ішті алсам қалай да болсын сөйтіп кетеді бұл 112 112 ау! Міне ниеттің түзу болғанын қара. Қыздар, сәл күліп келіңдер, сендер бір палатаға больнойда келе жатқан сияқтысыңдар. Так, мынау не істейміз мына жерде? Қараңыз. Түсініп жатсыз ба? Екі аққу. Қыдырәлі ағаға енді аққу болған вообще жараспайды екен. Бірақ міне сіздер бүркітсіз ғой, соны айтып тұрмын ғой. Бірақ міне балаларыңыз, балапандарыңыз сіздердің енді Қыдырәлі ағай бір Шымкентте есіңіз. Тамаша жастарымызға қошемет болсын. Екенің жүзігі, өмірдің қызығы. Қыдырәлі мен Қарахан, қазағымның қызылы деп қол соғайыншы ағайындарге. Анау мен деген ықыласым, анау ниетім, анау махаббатым, анау балдарым. Бәрі сен үшін. Жұп, Алла бізді жұп қылып жаратты. Біз енді бала бар, тіршілік бар, үйдің быты бар, адам кейде шаршайды ғой. Бір сондай бір дүниелер адамның басынан сыртқа шығара бермейтін неше дүние өтеді ерлі-зайыптың басынан. Оның барлығын ол осы жерде қалып жатқан дүние. Оның барлығы ол шықпайды, тіптен оның бауырыңда, оның туысың да білмейді да, мәселен қарап отырсың. Оны аша алмайсың ғой. Мына осындай дүниеде бір неде бір ешқандай бірақ артық дүниеге бармаған, Алла сақтасын. Жаңағыдай қандай ашу болса да, Алла сақтасын, талақ деген сөз жақсы сөз емес қой, оны қалжыңдап та айтуға болмайды. Ер азамат әсіресе. Ол әңгіме айтылмаса, бір махаббатты бір жақындату, жаңарту мақсатында неге жаңарады екен. Көрдіңіз бе? Махаббатты жаңғырту, жаңағы бір-біріне тағы да жақындату, ыстық сезімдерін бір-біріне жақындату мақсатындағы дүние ғой иншалла.